Жалпы апоптоз дегеніміз не? Апоптоз дегеніміз бұл жасушаның ойластырылған күйінде өзін өзі жоюы. Негізінен жасушаның жоюы екіге бөлінеді: некрозды және де апоптозды бөлігі. Некрозды бұл жасушаның бақылауынсыз болады, ал апоптоз бізде бақылауында болады. Апоптоз жасушаны жойған кезде басқа жасушаларға кесірін тигізбейтін болса, ал некроз жанындағы жасушалардың барлығына, яғни зиянын тигізіп, сол жасушалардың барлығын өлтіреді. Яғни некроз бізде эндогенді, экзогенді факторлардың әсерінен жасушалардың өлтіруі, яғни қолдың үсіп қалуы немесе күйіп қалуы, сонымен қатар жаңағы қолдың қысылып оттектің, қоректік заттардың жетпеу нәтижесінде тіндердің өлу процесі болып табылады. Сонымен қатар осы некрозда бізде жаңағы тіндердің барлығын алып кететін болса, сонымен қатар бұл некроздану процесі болған кезде оны қалпына келтіре алмаймыз. Және де апоптоз кезеңдерінде негізінен екі кезеңге бөліп қарастырамыз. Ойластырылған күйде болады деп айттық. Ішкі апоптоз және де бұйрық бойынша сигнализация арқылы жасушаның жойылуы. Бізде ішкі апоптоз кезінде, яғни қандай процестер кезінде болады? Бұл ДНК репликациясы, ДНК конформациясы, яғни жасушаның ішкі процесінде бірдеңе дұрыс емес болатын болса, яғни жаңа айтып едік қой, бізде репликация бұл ДНК-ның екеселенуі, транскрипция бұл ақпараттық РНК-ның пайда болуы ДНК-дан, трансляция бұл жаңағы транскрипциядан белоктардың пайда болу процесі ретінде, яғни белоктар пайда болады. Осы процестердің ішінде бір ақау болатын болса, жасуша, яғни осы ішкі апоптоздан өзін жойып тастайды. Ал бұйрық бойынша апоптоз дегеніміз, яғни оның ақпаратының барлығы дені сау, яғни жасушаның іші барлық түгел болса да, сигнал арқылы келіп, яғни жойып тастап отырады. Яғни ол қалай? Мысалға бізде синдактилия ауру кезінде апоптоз жұмыс жасамаған, яғни бұзылған кезде, ол эмбрион кезінде жаңағы баланың жарғақты қолтуылы, яғни жарғақтылығына бізде синдактилия деп атайды. Осы жарғақталды жойып тастау керек болған тұғын, бірақ ол жұмыс жасамай, сол жарғақтармен туылған. Сол сияқты бұйрық бойынша іске асып отырады. Мысалы айтатын болсақ, қыздарда келетін жаңағы жұмыртқа жасушасы ай сайын келіп отыратын, ол да бір күннің ішінде сперматозоидтар келмесе, олар уже жойылып бастайды. Енді осы бізде апоптоздың тағы да мысалдар келтіре кететін болсақ, мысалға жаңа босанған әйелдің жаңағы несі болады? Лактоциндер болады, яғни сүттер болады. Ол сүттерде бізде 2 жылға дейін бару мүмкін, ары қарай ол жойылып кетеді. Яғни мүлде жойылып кетпейді, тек жаңа босанған сайын жетсіндер пайда болып, апоптоз арқылы жойылып отырады. Және де бізде эритроциттерді алсақ болады. Мысалға бізде эритроциттердің даму процесі кезінде, яғни ол бірінші жасуша болған. Яғни ода ядросы бар, жаңағы жасуша болу үшін ядро керек, цитоплазма керек, органеллалар керек деген сияқты ғой. Сол сияқты бізде жаңағы осы эритроцитте ядросы болған, осы апоптоз арқылы ядросын жойып, ары қарай ол қанның формальдық элементтеріне кірген. Соны жатқызсақ болады, және де адам организміндегі көкбауырды жатқызсақ болады. Яғни бізде осы эритроциттер бізде гемоглобинді, яғни оттекті тасымалдап жүреді ғой. Осы 120 күн тасымалдап жүргеннен кейін оның жаңағы қабірі деп айтсақ та болады, яғни көкбауырға келіп өлген жаңа эритроциттердің барлығы көкбауырда сол жерде өліп, ары қарай фагоцитоз арқылы молекулярлық деңгейге дейін ыдырап отырады. Енді бізде апоптозды үш кезеңге: сигнализациялық, сигнализациялық, эффекторлық, одан кейін дегидратациялық. Бізде мынаны жасуша деп алатын болсақ, жалпы бізде сигнализация процесі, мына жерден бізге сигнал келеді, мына жерде рецептор болады. Осы рецептор арқылы бізде каспаза, бізде осы жасушалардың сигнализация кезінде каспаза ферменті болады, яғни каспаза 8 ферменті. Бұл негізгі ферменттердің бірі болып табылады. Каспаза 8. Осы каспаза 8 болады, одан кейін каспаза 9 болады. Каспаза 9. Бұл каспаза 9-ның түзілу процесінен келетін болсақ, ең бірінші митохондрия болады.
митохондрия бізде сигнализациясын, яғни митохондрияның өзіндік сигнализациясы болады. Ол сигнализация бізде IEF биологы болады. Осы IEF биологына бізде сигнализацияны береді. Бұл сигнализация прокаспаза 9 болады. Яғни әлі каспаза емес, бірақ осы каспаза бұлардан алдын бөлігі болып табылады. Осы прокаспазаға бізде не болады? IPIF бір биологы болады. Осы биолог мына екеуі қосылады, бізде цитохромды С арқылы қосылып, бізде осы каспаза 9 өтеді. Бұл каспаза 9 мен каспаза 8 екеуі каспаза 3 өтеді. Каспаза 3, яғни бұл каспазалардың барлығы ферменттер. Каспаза 9 түзілу үшін бізде митохондрия активтенеді. Ол активтенгеннен кейін IEF биолог болады, ол активтеніп сигнализацияны береді. Бұл сигнализацияны прокаспаза 9-ға береді, яғни бұл ферментке береді. Фермент бізде IPIF бір биолог екеуі қосылады, яғни ол бізде қосылған кезде цитохромды С арқылы қосылады да бізде каспаза 9-ды береді. Осы каспаза 9 мен каспаза 8 бізде каспаза 3-ті береді, яғни активтендіреді. Мынау активтенеді, мынау активтенеді, мынау активтенеді. Одан кейін бізде каспаза 6, одан кейін каспаза 7 бізде активтенеді, барлығы активтенеді. Яғни бұлар апоптоз процесіне уже дайын процесс деп айтсақ болады. Және де осы каспазалардың бізде ингибиторлары болады. Оның ингибиторы бізде MDM2 болады. Бұның ингибиторы одан кейін IAP ингибитор болады. Осы екі ингибитор болады, яғни бұлар каспазаларын бөлек тежеп тастайды. Мына процестің ешқайсысын активтендірмей тастайды. Яғни бұл активтенбейді деген сөз, апоптоз процесі жүрмейді деген сөз. Бұларды бізде негізі бұл бізде тиімді емес. Бізде мысалға апоптоздың организмде болған өте пайдалы, бірақ некроз процесі бізге өте зиян болып табылады. Сол сияқты бұлардың каспазаны тежеп тастағаны бізге керек емес, сондықтан бұларды тежейтін өзінің PTN биолог болады. PTN биолог болады. Осы биологтар бізде осы AAP ингибиторды және MDM2 ингибиторды тежеп тастайтын биолог осы PTEN. Осы биолог бізде осы ингибиторлар тежейді. Бұлар тежегеннен кейін мыналардың барлығы активтеніп отырады. Және де бізде мысалы апоптоз процесі қатты көп болып кетсе де болмайды. Шектен тыс апоптоз болып кетсе де адам организміне зиян. Және де осы апоптозды аяқтайтын бізде ACE биологы бар. Бұл бізде апоптоздың аяқталу процесін көрсетіп отырады.